Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Аймөлдірдің сыры. Құрбысы Жәмиламен ойнап жүрген 4-5-тердегі қағылез қара торы қыз апасы дауыстап шақырғанда үйіне қарай аяғына тимей зытты. Қазір не боларын ойлағанда жұдырықтай жүрегі кеудесін бұзып шығардай атқақтай соқты. Ішке жүгіре басып кіргенде бидай өңді, толық денелі, түсі суық әйел оған ежірейе қарап, «Мен саған көшеге шығып ойнама демеп пе еді ма?» деп бұрыштағы солқылдаған көк шыбықты жұлып алды. Басын екі қолымен көлегейлеген қыз, «Апатай, енді көшеге шықпаймын» деп шыр-пыр болғанына қарамастан арқасын бойлата салып кеп жіберді. Қыз қайқаң етіп жаны көзіне көрінгендей құлындағы даусы шыға шырқырағанына апасы селт етсеші. Жылай-жылай сол отырған жерінде ұйықтап кетті. «Ей, тұр, жататын жерді тапқанын» деп апасы түртіп оятқанда селт етіп көзін ашып алды. Тағы бірде теледидар құлағын ары-бері бұрағанын көріп, «Қап, бұрай берме, бүлдіресің» деп добалдай жұдырығымен оң иығынан қойып қалды. Қыз иығын ұстап бақырып жылап жіберді. «Өшір үніңді, сыртыңнан бекітіп кетіп қаламын, қал жалғыз». Анасы сыртқа тұра жүгірді. Соңынан іле сала ұмтылған қыз жетіп үлгергенше есікті сыртынан бекітіп қойды. Апалап есікті ұрғылап бақырғанына жауап қатқан ол жоқ. Қорқып кеткен сәби көрпені бүркеніп төсекке жата кетті. Көз алдына Жәмила айтқан ертегілердегі неше түрлі құбыжық бейнелер елестеп зәресі ұшты. Апасы көрпесін ашып, тер басқан бетін өне бойын сүртіп жатқанын біледі. Талықсып кетсе керек, қимылдауға дәрмен жоқ. Бір кезде апасы суық суды бетіне бүркіп жібергенде селт етіп есін жинады. Осыдан кейін қызға кекештеніп сөйлейтін дерт жабысты. Бірде Алматыда тұратын Айжан тәтесі келді. Оның келуі Аймөлдірге жарқ етіп бұлт астынан күн шыққандай әсер етеді. Аққұба өңді, сымбатты, киімдері тал бойына әдемі жарасқан, көңілді, әңгімешіл адам. Аймөлдірге газеттен оқыған пайдалы кеңестерді әңгімелеп береді. Аймөлдір көп жаңалыққа қаныққанына қуанады. Бірақ апасы оның өзіне де, сөзіне де мән бермей жүре тыңдайды. Тіпті Айжан тәтесінің келгенінде ұнатпайтын секілді. Абысын боп шүйіркелесіп отырғандарын көрмепті. Апам неге өйтеді екен? Бірде апасы сыртқы шаруаларға айналысып кеткенде Айжан тәтесі қасына кеп құшақтап бетінен сүйді. «Айжан тәте, мені Алматыға ала кетіңізші» деді еркелей сөйлеп. «Ала кетер едім, апаң жібермейді ғой». Неге екенін білмейді, тәтесінің көзінен жас тамшылай жөнелді. Теріс айналып көзін сүртті. «Тәте, неге жыладыңыз?» «Өкінгендіктен қызым». «Қандай өкініш?» «Жасында адам білместіктен бірдеңені бүлдіріп алады, кейін ақыл тоқтатқанда өкінеді». «Сіз нені бүлдірдіңіз?» «Бұл құпия, кейін үлкейгенде естисің». «Апаңа ештеңе демей-ақ қой». «Жарайды». Онда Аймөлдір 5-ші сыныпта оқитын. Күзгі демалыста Айжан тәтесінің өзінен 2 жас кіші қызы қонаққа келген. Екеуі оңаша қалған бір сәтте ол: «Сен Кемел ападан туған жоқсың, Айжан мамадан туғансың, біздің қызсың» дегені төбесінен жай түскендей есеңгіреп қалды. Құлағы шыңылдады, басы айналғандай, төсегіне құлай кетіп ал жыла. Сол күні ауырып қалды. Апасы аяқ астынан не болды деп медбикені ертіп келді. Ол ине шаншығаннан кейін тынышталып ұйықтап кетті. Аймөлдірдің ішкі жағында үлкендерге деген сенімсіздік бас көтерді. Апам мені өзі туғанына көпті сендіріп келеді. Өтірікті ішіне сыйғызып қалай жүре алады екен? Демек, олардың бәрі апам сияқты өтірікші. Содан бастап басқаларға шын сөйлемейтінін әдет тапты. Көргенін көрмедім, естігенін естімедім дейді. Аймөлдір есейген сайын ойын-сауыққа көп еліктемейтін,
сабақ оқумен ғана шұғылданатын орнықты, қайырымды қыз болып өсіп келе жатты. Ашылып сөйлеп, жарқылдап күлмейтін апасы ара-тұра өзінің балалық шағы туралы әңгімелейтінді шығарды. Тағдырдан тепірішті көп көрген тәлейсіз тағдырын біліп көкірегіне түйіп жүрсін дегені шығар. Анасынан жастай жетім қалып, өгей шешесінің таяғын жеп өсіпті. Бастауыштан әрі оқытпай үй жұмысына салғанын әңгімелеп отырып жылап та алды. Демек, апасы ұруды тәрбие құралы деп білген. Күйеуі қас-қабағына қараған жайлы адам боп кездескен екен. Жол апатына ұшырап, белінен төменгі жағы жансызданып, қамшының сабындай өмірін жатумен өткізіпті. Бір қыз туған екен 9 жасында, ана дүниеге аттаныпты. Көп кешікпей күйеуі де қайтыс болды. Ол кісіні әкем деп қабылдаған жақсы кісі еді. Бұл пәниден өткенде қатты қайғырғаны есінде. Апасының бір артықшылығы Аймөлдірді жақсы киіндірді. Киімнің түр-түрін алып беретін. Жоғарғы сыныптарда үлде мен бүлдеге оранып жүрді. Бірақ көңілі жарым еді. Мектепті жақсы бітіріп, Қазмудың тарих факультетіне грантқа түсті. 3-ші курстан бір топта оқитын өзінен 5 жас үлкен, өмір көрген оңтүстіктің жігіті Дәукен сезімін білдіріп, сүйетінін айтып соңына түсті. Киноға, театрға, концертке шақырып бәйек болды. Күйеуге шығатын ойым жоқ деді бірде Аймөлдір жігітке. Бала шағымнан үлкен үміт күткен жалғыз анамның еңбегін ақтауым керек. Анаңның еңбегін екеулеп ақтасақ ше, Дәукен, ұсынысыңды қабылдамаймын. Алдымен оқу бітіру мақсаты тұр алдымызда. Мақсатыңа бірлесіп жетейік. Сені жанымдай жақсы көремін. Сенсіз өмірдің мәні жоқ мен үшін. Қояр да қоймай жүріп 3-ші курстың соңында жігіт Аймөлдірді үйлендіруге көндірді. Дәукенге күйеуге шығып 4-ші курста бір қызды, соңғы курста 2-ші қызды дүниеге әкелді. 2 қызды да апасы қарап оқудан қалмауына жағдай жасады. Диплом алған соң ерлі-зайыпты жас мамандар сол кездегі Ақмоладағы институтқа жұмысқа орналасты. Дәукен бірден Астанаға жүріп кетті. Аймөлдір жас нәрестемен Алматыда қалды. Астанаға сәбиіне 3-4 ай болғанда ғана апасын ерте барды. Балаларды апасына қалдырып жұмысқа шықты. Студенттерге дәріс оқыды. Дәукеннің жолы болып, айы оңынан туыпты. Сырттан оқитындардың меңгерушісі қызметіне орналасыпты. Алматыда өздеріне сабақ берген ғалым ұстаз осы институттың деканы орынтағын иеленіпті. Өзімен қатар келген бұрынғы студенттерінен жақсылығын аямай, бір-бір басшы орындарға жайғастырған сыңайлы. Бірі деканның орынбасары, екіншісі кафедра меңгерушісі дегендей, өздері топ боп бірге жүреді, ұмжымдары бір. Сырттай оқуға қалтасы қалыңдарды қабылдап, қыруар пайдаға қарық болыпты. Күйеуінің қолынан уыс-уыс долларды көріп, Аймөлдір тіксініп қалды. Пайда қуғаның зардабы тиіп жүрмесін байқа, деп ескерту жасады. 3-ші балаға аяғы ауырлап, дүниеге ұл бала келді. Дәукеннің қуанышында шегі жоқ. Бір ай жуумен аузы арақтан құрғамады. Осы кезден күйеуінің жүріс-тұрысынан сезік байқағаны рас. Ерте кетіп, кеш келеді. Кейде түн жарымында 2-3 досын ерте кеп, тамақ жасауға мәжбүрлейді. Жасынан қалыптасқан бағыныштылық психология бұның қалай дегізбейді. Оның суық жүріске салынғанын іштей сезіп жүрсе де, көзбен көрмеген соң жақ ашпады. Бетіне қарап сөйлемей, не айтса да соныкі жөндеп Құдайдан көріп әбден даңдайсытып жібергенін кеш ұқты. Оның Құдай емес жерде жыбырлап байлықтың артына түсіп, қызық қуып жүрген көп пенделердің бір екенін Алла тағала дәлелдеді. Іштен тыну күйзеліс дерт болып жабысып, ауыр жағдайда ауруханаға түсті. Дәрігерлер жас ғұмырды ажалдан арашалау үшін ем-домын жасап бағуда. Сөйтсе де дене қызуы 40-тан түспей тұрып алды. Жаны қиналып өмірден күдер үзген сәттер аз емес. Қанын тазартқаннан кейін ғана беті бері қарады. Тәуір болды деп дәрігер үйге шығарды.
үш бірдей балаға қарау, үй шаруасын тындыру, бір өзіне жүктелген апасы шаршап, шалдығып, уайымнан жүдеп кеткенін көріп, ақырын қимылдап үй шаруасына араласты. Бірде есік алдына шықса, қоқыс салынған пакетті біреу сыртқа шығарып қойыпты. Апам қоя салған шығар деген оймен ішке кіргізді. Қоқыс сыртта тұрмау керек. Әлден уақыттан кейін әжетханаға кірген. Қоқыс салынған пакет өз орнында тұр. Әлде қандай жамандықты сезгенде жүрегі су етті. Әлгі пакетті қайтадан сыртқа шығарып тастады. Көп кешікпей көзі қышитын кесел пайда болды. Өзіне жаманды ойлаған әлдекімнің дұғалап тастаған кеткені ме деп сезіктенді. Дәукен Қаратаудай-ақ қаратты. Мықты деген емшілердің де, көз дәрігерлерінің де алдында болды. Ешқайсысына ем қонбай ұлы бір жасқа толғанда су қараңғы соқыр боп қалды. Уақыт өте келе күйеуі жанынан жақындап хал сұрауды тыйылды. Тағдырдың ауыр соққысынан Аймөлдір бас көтеруден қалды. Апасы сыртқа шығарады, тамақ әзірлеп бала-шағаны тамақтандырады. Төсегін салып, киімдерін кигізіп, қыруар бейнетке белшесінен батты. Күн жағына сая, жел жағына ық болды деп сенген күйеуі бір күні үйді жөндеуден өткіземін, Алматыға барып тұра тұрыңдар деп қарап тұр. Келесі күні балаларды алып қалып, апасы екеуін пойызға салып жіберді. Тіпті Аймөлдірдің келісімімен есептескен ол жоқ. Енді не керегі бар дегендей, керексіз бұйымдай лақтырылғанына қайғыдан қам жұтқан Аймөлдір күйеуінен қарадай түңілді. Оны зор санап төбесінде ойнатқан өзі, әйелінің алдынан қия өтпей сыйлап құрметтеген әлсіздікке балады. Бәлкім өзінен көрмесе кімнен көрмек. Сыйлаудың да шегі барын, әр нәрсе мөлшерден шегінен асып кетсе, қасиетін жоғалатын ол кезде ойламады. Бұлар жетектесіп ауылға келді. Адам тұрмағандықтан әбден тосып кеткен үйді сол тұста әкімнің орынбасары, қызметіндегі сынып жетекшісі құрылысшыларды ұйымдастырып жөндеуден өткізіп берді. Арада біршама уақыт өткенде Жас Алаш газетінде күйеуі Дәукеннің адамгершілік, ар-ұят деген қастерлі ұғымдарды аяққа таптаған қайырымсыздығы туралы көлемді мақала жарияланды. Сөйтсе, Айжан тәтесі Астанаға барып, Дәукеннің бастығына жолығып, оны жұмыстан шығаруды талап етіпті. Күйеу баласымен телефон арқылы сөйлескен екен. Енесіне тіл тигізіп, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығыпты. Газетке шыққан соң амалсыз университеттен қуылып, бір колледжге мұғалім боп орналасыпты. Апасы екеуі ауылда тұрып жатты. Күйеуінің үйленіп алғанын естіді. Балаларын ойлап, қайғыдан жүрегі қарс айырыла жаздайды. Ұшарға қанаты жоқ. Өгей шешесінің қолына қарап жәутеңдеген құлындарым-ай, не жазықтарың бар еді. Бірде қайнысы келді ауылға. Жеңге, балалардың қасында болсын деп ағам жіберді. Үйінің бір бөлмесін босатып қойды. Бірақ апасын әкелмей-ақ қойсын деп, үйге сыймайды дегенде, біреу үстіне мұздай суды құйып жібергенде қалтырады. Қайнысы сыртқа шығып кеткенде апасына күйеуінің сәлемдемесін жеткізді. Күйеу баланың оңғақтығын, екі жүзділігін әлде қайшан білгенмін. Соған күйеуге шықпасаң әлде қандай болар еді. Балаларыңның қасында болғаның жөн. Олардың қас-қабағына сенен өзге кім қарар дейсің? Мен ел ішіндемін ғой. Ажал жетіп өле кетем. Ел жұрт көмеді деді апасы. Екеуі жылап қоштасты. Содан қайтып апасын көрген жоқ. Екі қызы алдынан жылап қарсы алды, бөлмеге жетектеп кіргізіп, төсекке отырғызды. Қыздарынан отбасындағы хал-ахуал жайлы естіп біле бастады. Апа, ана тәте әкемнің аузын аштырмайды, бір шыбықпен айдайды деді үлкен қыз. Бізге дауыс көтеріп жатса, әкем араша түспейді. Әйелі қайда жұмсаса, сонда жүгіреді. Қызының гаршогында өзі төгеді деді кіші қыз. Әйелінің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс екенін ұққандай Аймөлдір балаларды шөміштен қатырып тамаққа жарытпайтынын да білді. Күйеуінің бөлмесіне бас сұғып халін сұрауға жарамағаны
Аймөлдірді уайымға батырды. Бұрын айтқан сөздерін есіне алды. Сенсіз өмірдің мәні жоқ. Апаңды туған анамнан кем көрмеймін. Сені жанымдай жақсы көремін. Тағы басқа. Қалайша сол айтқандарын тез-ақ ұмытты. Қорлағаны ғой. Бүгін 12 мүшесі сау болғанымен ертең ғарып болып қалмасына кім кепіл. Бірде қыздары «Апа, қарнымыз ашты» деді жарым түнде. Ас үйге барып артылған тамақты жылытып жеңдер, шай қайнатып ішіңдер. Бірдеме десе мен бармын, жасқанбаңдар деді Аймөлдір. Егер әйел шығып дауыс көтерсе сөзі дайын еді. Тіпті шағымданып билік орындарының есігін қағуға дейін баратын айтуға әзірленіп сөзін жұптады. Бірде кіші қызы Қырмызы әйелмен қақтығысып қалыпты. Екі қыздың ұйғарымымен бұлар пәтерге шықты. Қыздарының стипендиясы пәтерақыға кетеді. Аймөлдірдің жәрдемақысына нан, шәй, макарон алады. Макаронды суға қайнатып жеп тамақ етеді. Бар мәзірлері осы. Солай қыздары бесіктен белі шықпай жатып жоқшылықтың дәмін татты. Әкенің жақсылығы жездедей-ақ екендігіне көздері жетті. Үлкен қызы Марал университетті бітіріп тұрмысқа шықты. Өскеменде тұрады. Қырмызы да оқуын бітіріп жұмыс істеп жүр. Ұлы колледжде оқиды, әрі жұмыс істейді. Балалары табыс таба бастады. Бұрынғы екі адам қатар жүрсе сыймайтын тар пәтерді тастап кең пәтерге көшіп кірді. Аймөлдірдің үйінде отырғанына да табаны күректей 20 жыл болыпты. 5 уақыт намазын оқып, Алладан тілеумен отырады. Бұл күйіне де үйленіп кеткен жайы бар. Сондай күндердің бірінде Аймөлдірдің сыныптасы Зере хабарласып, амандық есендік сұрады. Қызмет орны Астанаға ауысқанын, қазір осында тұрып жатқанын, өзінің телефонын сұрастырып жүріп әзер тапқанын айтты. Аймөлдірдің қуанышында шек жоқ. Мені де іздейтін біреу бар екен-ау деп жылап жіберді. Зере, келсеңші үйге. Құдай қаласа сенбіде барып қалармын. Сыныптастар шұрқырай табысты. Екеуі ұзақ әңгімелесті. Аймөлдір сыныптасынан ештеңені жасырған жоқ. Күйеуге шыққанын, күні бүгінге дейін басынан өткендерін баяндап берді. Көзімді қаратқым-ақ келеді. Жақсылықтан үміт үзбеймін. Жетектейтін қыз да, ұл да жұмыста. Сенен несіне жасырайын? Бұрынғы сырт киімдер тозып кеткен. Жадау киіммен сыртқа шығуға да жасқанамын. Әйтеуір дертке қуат балалар. Зере Аймөлдірдікінен көңілсіз қайтты. Құрбысының тағдыры қабырғасын қайыстырды. Бірақ не істей алады? Кезінде ат жақты, қыр мұрынды, әдемі Аймөлдір талай жігіттің жете алмаған арман еді. Ендігі отырысы мынау. Арада бірер күн өткенде Зере Нұр Отан партиясының қабылдауына жазылды. Өзін қабылдаған қызметкерге Аймөлдірдің жағдайын айтып, көмек берулерін сұрады. Зерені мұқият тыңдаған қызметкерлер ол кісіні вице-министрдің қабылдауына жазып қояйын. Қарашаның 29-ы алып келіңіз. Құрбыңыз қандай тілегі бар айтсын, орындалады деді. Бірінші денсаулығын қаратқысы келеді, екінші жұмыс істегісі келеді деді Зәуре. Әлеуметтік қорғау вице-министрі қарашаның 29-ында қабылдайды. Жұмысқа орналасқысы келетіндігін айтып өтініш жазсын. Қабылдауына кіргенде сол өтінішті беру керек. Желтоқсан айында денсаулық сақтау вице-министріне көзін қаратқысы келетіндігін айтсын. Қабылдау күнін жақындағанда хабарлаймыз деді қызметкер жігіт. Зере Аймөлдірге көмегін бұнымен де тоқтатқан жоқ. Өз жұмысымен Алматыға барғанда сонау студенттік жылдардан бірге келе жатқан екі досына Аймөлдірдің тағдырын қамығып отырып әңгімеледі. Достарының бірі өзіне киілмеген жаңа етік, туфли, жаздық аяқ киімдері барын, соны беретінін, екіншісі екі қыстық пальтосының біреуін беретінін айтты. Екеуі де әкеліп берді. Зере өзі екі свитер сатып алды. Аймөлдірге киімдерді әкелгенде оның қуанғанын көріп өзі де қуанды. Бірде өзі қызмет істейтін университетте 77-ге шыққан ғалым ұстазы Уфа қаласына жүргелі жатқанын естіді.
сондағы білікті көз дәрігеріне жылда қаралып тұрады екен. Зере қуанып Аймөлдірдің диагнозын дереу қызынан алдырып ұстазына берді. «Аға, мына диагнозды дәрігерге көрсете келіңізші, ол не дер екен?» Уақыт зымыра өтіп жатты. Аймөлдір тағатсыздана күткен қарашаның 29-да келіп жетті. Зере жұмысынан сұранып Аймөлдірді вице-министрдің қабылдауына өзі алып кірді. Аймөлдірдің арызын оқып, тілегін тыңдап, вице-министр көмектесетіндігін айтты. Желтоқсан айында екінші вице-министрдің қабылдауында болды. Өтінішін қанағаттандырды. Солай Аймөлдірдің өмірінде айрықша өзгерістер басталып, Зағиптер кітапханасына жұмысқа орналасатын болды. 20 жыл үйден шықпаған Аймөлдір серпіліп жұмысқа құлшына кірісті. Көзімді емдесем деген арманның орындалуы да жақын. Емханадан жақында дәрігер хабарласып, квота бөлінгенін айтты. Бірақ жанары жарқырап ашыла ма, ол жағы бір Аллаға ғана аян.